Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін үй жағдайында ватрушки дайындайтын боламыз. Дүкендегіден әлде қайда дәмдірек, жұмсақ болып шығады. Менің каналымда қол жетімді, оңай жасалынатын рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ал ендеше ватрушкиді жасап бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізбен ерітілген сары майымызды құйып, секер салып араластырамыз. Тұз, дрож қосып, тағы да араластырып, жұмыртқа қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан салып, қамырымызды жақсылап илейміз. Бізде осындай қолға жабысатындай қамыр шығады. Жақсылап илеп болған соң, бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң, майда бөлшектерге бөлеміз. Барлығын бірдей етуге тырысыңыздар. Қолдың көмегімен дөңгелек етіп, барлығын жайғастырып шығамыз. Тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге сүзбе, бір жұмыртқа және қант қажет болады. Осының барлығын жақсылап миксермен езіп, бір келкі болғанша араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Көтерілген қамырымызды кез келген стаканмен ортасын дөңгелетіп аламыз. Салмасын салып, шет-шетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығасыздар. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Қараңыздаршы, қандай жұп-жұмсақ әдемі болып шықты. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Сіздерге егер де видео пайдалы болып жатса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.